Это село Чистое Мамлютского района. Смотри, как разлилось. Вот так вот люди на лодках. Өткен жаңалықтарымызда еліміздің солтүстігіндегі тасқын судың ортасында 4 ай бойы тұрған ауыл туралы айтқан едік. Мамлют ауданындағы Чистый ауылының тұрғындары билік бізді ұмытты деп мұңдарында шаққан. Дегенмен жергілікті әкімдіктегілер 10 күннің ішінде судың арнасын бұрамыз деп уәдені үйіп төгіп бергенмен ештеңе өзгерген жоқ дейді тұрғындар. Чистый ауылындағы тасқын су мәселесі әлі шешілмеген. Тұрғындар билік сөз беріп, бірақ уәделерінде тұрмады деп отыр. Өйткені айналаны басқан су деңгейі көбеймесе азайған жоқ дейді. Яғни аулаларында су тізеден төмен болса, көшеде белуардан әлі асып жатқан көрінеді. Ал толған су күннің ыстығынан иістеніп, әбден балдыр басып кеткен күйі тұр. Тұрғындар мал ұстаудан қалып, жем азығымыз әлі судың ортасында дейді. Ал аудан атқамінерлері 10 күнде аламыз деген суды тартып алу құрылғысы үлкен шығынды қажет етеді деп айнып қалған дейді халық. 300 тысяч не выделили, вот 300. Бізге 300 мың теңге ақша берді, енді сол сомаға үй алып көшіңдер дейді. Біріншіден тұрған жерімізді тастап қайда кетеміз? Екіншіден мұндай сомаға үй бар деп ойласа, өздері тауып берсін.